Шымкенттің күн сайын жасыл оазиске айналып келе жатқаны баршаға аян. Әлеуметтік желідегі жасыл желекке қатысты кез келген бейнежазбаға көз жүгіртсеңіз, қала әкіміне айтылған алғыс пен оң пікірді көруге болады. Әрине, шаһар басшысының еңбегі орасан, ол нақты тапсырма береді, даму бағытын айқындайды. Ал осы ауқымды бастамаларды іс жүзінде кім жүзеге асырып жатыр? Бүгін біз қаланы жасыл желекке бөлеп, табиғатты баптау жолында күні-түні еңбек етіп жүрген агроном маманының тынымсыз жұмысын көрсетеміз. Ардақты көрермен, сіздермен бірге Адал азамат бағдарламасы. Дәл қазіргі уақытта Қаратау аудандық коммуналдық қызметі кешкі ауысымды бастады. Бүгін бұл кісілердің жұмысы сәлде болса жеңілдейді десем қате болмас. Өйткені мен бүгін бұл кісілермен бірге кезекшілікке түсіп, бірге жұмыс істейтін боламын. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Сафрандар бар, көп жылдық роза гүлдер бар, өздеріңіз білесіздер. Газондар обязательно қалмасын, бүткіл газондар суғарылсын. Әсіресе ана көп жылдық роза гүлдер өткенде суғарылған жерлер қалмасын. Байтерекова және Астана даңғылы қиылысында. Метро, ориентир метро. Болды, өздеріңіз бүгін сағат 1-ге дейін соның бәрін үспет қылыңыздар, Құдай қаласа. Сіздерге сәттілік. Водитель Мерлан деген жігіт, опытный водитель, Рамазан деген бұл опытный сушы. Сіздер Ақсүмбенің екі жағы, Ақсүмбе Мұстафа Шоқай, Ақсүмбе Жібек жолы. Мұстафа Шоқай Жібек жолы. Болды. Осы 715 кідемді деймін. Кешкі ауысымға сізменге келдік. Осы біраз қалмақтарда жаңағыдай гүлдерді суғару жұмыстарын атқарамыз. Біздің кешкі ауысым 5-тен түнгі 12-ге дейін сізмендеміз. Бұл кідемде өзі су 8 тонна су бар. 8 тоннан соң гүлдерге қызмет атқарамыз, тасымалдап гүл суғарамыз. Жұмыс қыза түсті. Әрбір маман өз орнына жайғасып, өсімдіктерге қажетті су көлемі де нақтыланды. Ендеше, бүгінгі жасыл майданның басты кейіпкерімен таныс болыңыздар. Менің аты жөнім Сыдықов Зейін Тұрғанәліұлы. Мен учаскелік маман агрономмын. Осы жерде істегеніме 4 ай болды. 4 айдың көлемінде жұмыс атқарып жүрміз. Бұрын дендрологиялық дендропаркте мен агроном бригадир болып істегенмін. Менің опытым бар, баяғыдан істеп жүргенбіз осы салада. Мен ауыл шаруашылық институтын бітірген Ташкентте. Ташкентский государственный аграрный университет бітірген. 1992 жылы армиядан келіп, 6 жыл, 8 жыл дегенде бітіргенбіз. Осы жерде енді учаскелік маман қызметін атқарып жатырмын. Бесте бастаса 1-ге дейін, 8 сағат болды. 1-ге дейін соның бәрін үспет қылуымыз керек. Біз 1-де 2-де қайтамыз. 8 сағат жұмыс бізде. Бізде 50-60 территориальный точкаларымыз бар. Біз Астана даңғылы, Назарбаева көшесін қадағалаймыз. Ол жерде бүткіл 1 жылдық гүлдер, көп жылдық роза гүлдер бар, газондар бар. Берескелет кустарниктер бар, евролипа, үлкен ағаштарымыз бар, шыршаларымыз бар, неше түрлі можжевельниктер, туяларымыз бар. Одан кейін Арғынбекова көшесі, ол жерде тоже 1 жылдық гүлдер, роза гүлдер көп жылдық, и газондар, шыршалар, декоративный ағаштар. Содан кейін Бәйдібек би көшесі бізде основной даңғылдар. Ол жерде тура солай
бригада болғанда бізде 5 адам шығады, 4 адам шығады. Қазір дәл бүгін 3 адам. 3 сушы бар, 3 водитель бар. 4-шісі дополнительный кейін көмекке келеді қаладан. Қаладағы жаңағы АДЦ паркке барады, акиматқа барады. Ол жердегі жұмыстарын жаңағы полив, мойка жұмыстарын бітіріп, одан кейін бізге келеді. 4-ші КДМ. Кей кезде 4 КДМ, кей кезде 5 КДМ. Мінекей біз дәл қазір алғашқы нысан Назарбай көшесіне келіп қалдық. Аға, неге осы гүлдерді суару кешкі уақытта жүзеге асады? Бұл кешкі уақыт жүзеге асқаны, бұл күндіз суғаратын болсақ, көп су расход болады. Мен енді орысша қосып сөйлей берейін, кешіресіз. Көп су испарение болады, оның ешқандай пайдасы болмайды. Біз основной кешке суғаруымыз керек, күн салқын кезде азанғы сағат 7-8-ге дейін суғаруға болады. Сонда бұлар өте жақсы өсетін болады, құлшынып өсетін болады. Күндіз суарғанның тиімділігі өте төмен. Оның 30% тиімді деп айтуға болады, 70% ол зиян. Қандай зияндар бар, соған тоқталып өтіңізші? Ол потому что неге су жылы болып кетеді. Жылы болғаннан кейін оған бір жақсы әсерін қалдыра алмайды. Мынау түнде, кешке суғарған кезде су салқын болады, су мұздай болады. Бұлар өсіп өнуіне өте жақсы әсерін тигізеді. Жылы су мен мұздай судың разницасын өздеріңіз білесіздер. Тек қана бізде су оқытқан кезде экзамен тапсырғанбыз. Түнде суғару керек па, күндіз суғару керек па деп. Сол кезде мен сразу жауап бергем, түнде суғарған өте тиімді деп. Өзім мен ауылда өскем, әрқашан түнде суғарғанбыз. Пияз болсын, картошка болсын, осындай жаңағы жеміс ағаштары болсын, декоративный ағаш болған жоқ ой бізде. Мынандай гүлдер болды көп жылдық, 1 жылдық гүлдер болды. Әрқашан кешіктен бастап азанғы 7-8-ге дейін суғара беруге болады. Тиімділігі сол. Су мұздай болады. Түн асыра суарудың өзіндік сырымен ерекше пайдасы бар. Кейіпкеріміз осы құпиямен бөлісті. Ал бұл іс оңай болмасы қақ. Сондықтан да суарушылар әрбір гүлге ерекше мейіріммен қарап, бабын таба біледі. Шын ықыласпен жасалған еңбекке табиғат та бей-жай қарамайтын анық. Ал жалпы қиын емес. Кешке келесі салқынмен, адушы былай айтқанда өзі шын көрме жұмыс көрген екен шаршамайды екенсіз өзі. Шын көрме адам келесіз, гүлге қарап айтасыз ғой, гүлім менің өсші, мынау рахатшы, гүлдерін жайнатшы, адамда көргенде көңілді болсын деп сөйлесеміз ғой кейде. Негіз білесіз сондай болады. Сөйлесеңіз бір ғана гүлдерін бір қарсын ертең қалып жайнап гүлдеген құлпырып шыға келеді ғой. Кейде айтамын ғой мен кейде. Неғып бүрісіп тұрсыңдар гүлдер ме? Бүрісіп тұрсыңдар деймін ғой. Соны бүрісіп тұрады ғой, бітеп тұрады ғой. Мен айтамын, өссіңдерші, жақалсыңдаршы деп айтамын ғой. Ертесіне келем, бірақ жоқ шынымен. Гүл деген әдемі болып тұрады ғой, бітеп жан-жаққа болады. Өзің қонқылы дегесін негізі, қонайды екенсің. Өзің сүйіп, сүйіп тіліңе өзің қонайды екенсің, шын айтқанда ғой. Сол енді осында тіліміз осы айтыр келеміз, кетеміз дегенде. Менің басты міндетім кешке осы қадағалау, сушыларды, водительдерді қадағалау. Осы суғарылды, суғарылмады, соны қадағалап жүруім керек. Егер жақсы суғарылмаса, өздеріңіз білесіздер, бұлар уже жаңағыдай солып, қурай бастайды. Агрономның басы мақсаты әрбір өскінді қуратпай құлпырта өсіру. Сырт көзге жеңіл көрінгенмен бұл үлкен төзімді талап ететін майдан. Шымкенттің аптап ыстығы өсімдік атаулыға да оңай тиіп жатқан жоқ. Маманның айтуынша, биылғы ыстық еңбек жолында алғаш рет кездесіп отырған суыт сынақ. Аптаптан күйзеліске түскен гүлдерді қайта қалпына келтіру, жан бітіру үшін бүгінде қызу жұмыс жүріп жатыр. Өзіңізге белгілі, алдағы бізде аптада өте қатты аптап ыстық болды. Осы ыстық гүлдерге әсер етті ме? Әсер етті. Әсіресе 1 жылдық гүлдерге. Мынау роза гүлдерге көп әсері болған жоқ. 1 жылдық гүлдер олар стресс алды, шыны керек.
бір енді айтпаймын енді 100% де бір 20%, 25% стресс алды. Кәдімгідей гүлдері ашылмай, енді оған Құдай қаласа біз өзінің жаңа дәрісін береміз, суға араластырып, Құдай қаласа где-то бір 7-8 күнде, 10 күнде қайтадан өзінің қалпына келеді, Құдай қаласа. Өзінің витамин, минеральный удобрениелерін береміз. Соған сәйкес, Құдай қаласа 7-8 күн, 10 күнде қалпына келеді, бір жылдық гүлдер. Жалпы өзіңіздің еңбек тәжірибеңізде осындай жағдайлар орын алған бе еді? Менің еңбек тәжірибемде ондай ешқашан орын алмаған. Биыл ғана сондай аптап ыстық болып жатыр, мен білгім. Былтыр бірнақ жыл ондай қатты ыстықты сезінбеген екенбіз. Биыл ғана сол, жаңағы енді білмеймін, может 50 градус, может 48 градус сондай болды ғой. Енді неде 42, 43, 45 көрсетіп тұрды. Менің ойымша 50 градуста болды. Сол аптап ыстықта жаңағыдай стресс алды бір жылдық гүлдер. Құдай қаласа қалпына келтіреміз ол гүлдерді. Аға тағы бір сұрағым бар. Енді осы шаһарымызда әр көшеде әртүрлі гүлдер егілген. Мына жерде раушан гүлдер, енді бір жерде қалампыр гүлдер. Суғару жүйесі қалай болады? Барлығына бірдей су құйыла ма? Суғару жүйесі бұл жерде, мөлшері болғанда бұл жерде автополивтер істелінген. Көп жерлерде автополив, көп жерлерде капельное орошение. Бір жылдық гүлдерге, егер байқаған болсаңыз Бәйдібек би даңғылында капельное орошение істетілген. Бұл жерде автополив. Мына көрсеңіздер, мына стояктары бар, роторлары бар, бұл жерде автополив. Айырмашылығы бір жылдық гүлдерге капельное орошение тиімді. Ол жай жаң, мінекей. Мына стояктары тұр, бұл автополив. Бұның автополив. Мына кей кезде роторлары жаңа мынау нелердің бәрі сынады, бұның бәрін ауыстырады, жаңа стояктарын бәрін ауыстырады. Кей кезде сынады, не қалған кезде. Бұл жерде солай, автополив, оны специальный гидротехник өздерінің жаңа специалистері бар. Бізде Нұрлан деген специалист бар. Бұл жерде автополив болса, ана бір жылдық гүлдерді капельное орошение істейді. Сол бұның өзінің специалистері бар, гидротехник. Суару жүйесінің өз тәртібі бар. Десе де қолмен суарғанда жалғыз су тасымалдайтын көлік жеткіліксіз. Өсімдіктерді толық әрі сапалы суару үшін бір ауысымда арнайы техниканы бірнеше рет суға толтыруға тура келеді. Мына машинада қанша тонна су бар? Бұл тоннада бірнеше тонна бар, бірақ дегенмен гүл суарып жатқан кезде, газон суарған кезде жетпейді бұл негізі. Өйткені күн ыстық қой, күнге байланысты қатты және шылдат былай суарамыз да. Сондықтан су жетпей қалады. Сондықтан барамыз, қайтып келіп суарамыз. Бірақ от души былай айтқанда шын көңілмен құямыз. Түнгі суару жұмысы қызықсыз өтуі мүмкін бе? Әрине жоқ. Бұл жұмыстың өзіндік қызығымен, ерекшелігін суарушының өз айтып берсін. Сіздерге бір қоқанлық көрсетіп кететін, немесе су шашылып кетті ғой, не үшін шаштың деген сияқты агрессивті көрсететіндер бар ма дегендей? Жаңағы шашу жағында ма? Мысалы айтайын сіздерге. Кеше қызық болды, мысалы кеше шашып жатқан жас семья өзіңіз қатар жаңағы жігітпен шаш дейді. Алдыма тұрып алып шаш дейді. Сол кезде мен су бар кезде шаштым да, бетіп кетіп жатыр ғой. Біреу шаш тұр дейді, шаш дейді маған. Мен су жоқ деймін. Сол кезде су табылып қалды. Мен суға баратқан кезіміздерді. Сол кезде қыз брат айдап қояды ғой маған. Өйткені күн ыстық қой. Күн ыстық. Шаш деп тұрып алған ғой бетті. Сондықтан ондай да болады енді. Әрине, ол жаңағы болады енді. Нап кеттім деген біреу ақ көйлек киеді дегенде, шашып кетсе ренжігенде болады еді, бірақ ондай оны байқаған емес. Бірақ не көбінесе шаш суда дегендей болып жатқан әңгіме ғой енді болады. Өйткені бұны қаланың көрші ғой ол. Гүл адамда келгенде қарағанда, ол мына қандай гүл өсіп жатыр дегенде бізге тамсанып өткен адамдар бетіп кетеді. Керек десеңіз да. Сондықтан біз шын көңілді суарамыз. Даже газонымыз бар, сәл гүлдеріміз бар. Соны бәрі суғарып, жақсылап суғарып, атқарамыз. Өз жұмысымызды атқарамыз, міндетті.
Өкінішке орай кейде осындай маңдай терді бағаламайтындар да кездеседі. Қала көркіне көз қуантудың орнына гүлді жұлып, ағаш бұтақтарын сындырып кететін вандализм фактілері де жоқ емес. Біз азанда келсек, мынандай жаңа роторлар мыналар сынған болады. Енді жас балдар ғой, есі жоқ балдар сындырып, теуіп сындырып кетеді. Сондай болған. Кейбір кездерде мынандай шыршалар жұлып кетеді. Енді сондай бір-екі случайды білем. Бірақ басқа уақытта мен оның хабарым жоқ. Сондай вандализм болған бір-екі случайды білем, естідік. Сіз сонымен қатар суарумен ғана емес, гүлдерді күтіп баптау, қырқумен де айналысатын адамдарды қадағалап бақылап жүретінсіз. Осыған тоқталып өтейікші, жұмыс қалай болады, қай уақытта басталады, қалай қырқасыздар, бұлардың формаларын қалай келтіресіздер? Оны негізі сезоны болады, оның қырқатын. Біз октябрьдің соңында, ноябрьдің басында обрезка қырқу сезоны келеді. Одан кейін барып, оянбай жатып, февральдың ақырында, марттың басында обрезка жасаймыз. Айтпақшы, шаһардағы әрбір ағаш есепте, яғни арнайы құжаты бар. Егер табиғи апаттан зақымданса, немесе жол қозғалысына кедергі келтірсе, алдымен арнайы акт түзіліп, содан кейін ғана оталады. Тек қана ол обрезка сол уақытта болар екен деп, онымен тоқтап болмаймыз. Неше түрлі жел, урагандар болып жатыр. Ол кезде неше түрлі ағаштардың шақтары құлайды, кәдімгідей тамырымен опырылып түседі. Ол кезде акт түзіп, ол жерде документация жүргізіп, жаңа рұқсат, өкіметтің рұқсатыменен жаңа акт түзіп, кесіп алып тасталынады. Тамырымен кетеді, ортасынан бөлініп кетеді. Ол енді табиғи апатқа байланысты. Бірақ жаңағыдай октябрьдің ақырында, ноябрьдің басында обрезка жүреді постоянно. Осы қалада қай жерде жаңағы кедергі болып жатыр, обязательно аламыз. Бірақ ол жыл 12 ай обрезка болады негізі. Қай жер кедергі болады, сол жердің бәрін обрезка жасай береміз. Бейнет мұнымен де шектелмейді. Гүлзарларды арам шөптен тазартуда осы мамандардың тікелей міндеті. Сонымен қатар гүлдерді тек қана суарып қана қоймай, олардың арам шөбін жұлу керек деген сияқты. Сонымен айналысасыздар ма? Онымен де айналысамыз, иә. Осы Қаратау ауданы бойынша қанша бір жылдық гүлдер бар, неше түрлі сорттары бар, неше түрлі жаңағы көп жылдық роза гүлдер бар, раушан гүлдер. Қазір бізде 16 адам. Жігіттер, қыздар 16 жаңағы прополка жасайтын, отаққа қатысатын, жаңағы арам шөптерді жұлатын, тазалайтын адамдарымыз бар. Азанда сағат 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс атқарады. Толық 8 сағат. Ал күз келіп күн суытқанда баптау жұмысының жаңа кезеңі басталады. Гүлдер қысқы үскірікке тоңбау үшін арнайы топырақпен көмкеру жұмысы жүргізіледі. Қыста енді болады, гүл қырқу деген болады. Өйткені көктемде жаңадан шығу керек қой. Жаңа жапырақ дегендей. Соны кішкене кесіп, өзінің парад жасап, орыс жасап, сонымен айналысамыз негізі. Былай жеткен кезде қыста суықтан тоңып қалмау үшін барша жағдайлар жасайсыздар, иә? Жағдай жасап, кішкене көміп деген топырақтар болады ғой енді, ұстамау үшін жаңағы кішкене көміп жабамыз. Көктемде ашамыз дегендей, сондай. Маған бұл жұмыстың бәрі оңай. Неге? Себебі мен өте жақсы көремін. Өсімдіктерді, гүлдерді, бір жылдық гүлдер, көп жылдық гүлдер, шырша болсын, ел болсын, жалпы декоративный ағаштар болсын, плодовый ағаштар да бар бізде, бәрін жақсы көремін мен. Мен обрезканы жақсы көремін, суғаруды жақсы көремін, өзім жақсы көріп, қадағалап. Мен мамандығым осы болғаннан кейін маған қиындық туғызбайды. Мен жақсы көремін өзім мамандығымды.